Алмас Алтай. Қақпан. Ақтөс әупетті. Қабекең, қорлық өтті ымнаның. Шопан үнемі артын айналып отардан бөлініп жайылғыш көк саулықты шықпыртып сабап екеп ортаға тығып жатып Ақтөсті ойлады. Осы әкеңнің Ақтөс болса өстіп қанымды шермеді. Саудагердің сыпайылы түрікпен асып жүрген сапарлардың бірінде кеп берген. Көзін енді ашқан ақ күшіктің ересен үлкендігіне ғана таңданған. Сыпайылыға «Итті сыйламайды, сатып аламын» деп болмастан қаңтарда арамза туған марқаның бірін салып жіберді. Әппақ күшік. Оң құлағының түбі ғана қара. Атына бас қатырып жатпады. Ақтөстей салды. Айдалада қоңсы отырған екі үйдің бірінің иесі Шопан болғанда, бірі көрші. Үндемейтін, кісінің бетіне қарсы келмейтін көрші, «Қара құлақ дей салсаң да болады екен» деді. Шопан тіс жармады. Ат туралы талқы осымен тәмам болды. Отағасы, «Мынау Ақтөсің тым мешкей бәлеме деймін. Ет аяғына неше рет ас құйсаң да лезде жоқ қылады. Қатын ғой, қатынға не дейсің? Ит болған соң шеді, түрікмен төбет екен». Шопан жортыңқырап отардың шашырап кеткен қарсы шетіне беттеді. Ақтөс-ай. Арада екі ай өткенде Ақтөс көршінің қой төбетімен бірдей болды. Екі үйде таңғалысты. Тамақты да бұрынғыдай сылпытып соға беруді доғарды. Кешкілік асылған еттен ғана жейді де қора сыртындағы үрпек шағылдардың биігіне жайғасады. Түн баласы үйге шумайды. Далада, күзетте, құдды оқытылғандай, еріксіз таңғалдырардай. Шопан әсіресе мәз. «Көрші, әй көрші, неше ит асырадым, мынадай ғажап төбетті көрмедім. Әлгүл келмей кетті. Тағы бір еркек қой бермесем бе? Мынауың ғажап қой расында». Шопанның ара-тұра бөсіп кетер бар өстіп. Алдыңғы аяғы балғадай сом, жуан, артқы аяқтары сіңірлі, сидаң, мойны жуан. Шопанның қыс күпсінің жеңіне жиде қабыл. Қазірдің өзінде дыбыссыз ара-тұра бір әупетері бар. Осынысы көршінің қой төбетінің гүр еткендей қаһарлы. Далаға құмар, Шопанның атына үйірсек. Күз басталып, бозғырау түсе Шопан қыстауға көшетін болды. Ақтөстің Шопанның қолына келгеніне жарты жылдан асты. Күшіктеудің өзі ұят. Шопанның жирен қасқасы аса тапал, тұрықты жылқылардың қатарына жатпайды. Бірақ қасына Ақтөс барса шөгіп кеткенде әсер қалдырады. Шопаннан қалмайтын боп алған. Отарының келесі шетін ауқымдап жүруді де айтқызбай меңгерді. Әсіресе ауа жайылғыш, көк саулыққа қаталақ. Басында көк саулық иттен үркектеп, тез-ақ қайтатын. Кейін еті үйренді, қорқынышы басылды. Бірде қызық болсын, көк саулық күндегі әдетімен Ақтөстің қайыруына жүре қоймай, мимырт жүріспен сырт айнала берген. Кенет анадай айлапат денені қалай игерген кім білсін, сырт айнала берген саулыққа шалт бұрылып иықпен қағып жіберді. Қапелімде не болғанын ұқпай қалған саулық екі домалап барып түрегелді. Тұрды да жандармен ортаға ұмтылды. Оқыс шабыстан үріккен отардың о жеті бір уыс болды. Шопан күлсін, ал күлсін даланы жаңғыртып. Ақтөс состиып тұрды да шоқиып отыра кетті. Екі көзі ат үстінде, жынды адамдай селкілдеп отырған иесінде. Дала үнсіз. Шопан жел көтерілгенін аңдады. Күн еңкейіп, тамыздың соңғы жағында болатын әлсіз ызғар есіле бастапты. Күз хабары ма, келесі апта қыстау жаққа барып, жөндер түсі болса қарап қайтатын екен. Отар тыныш, бытырап жайбырақат жатыр. Қозғау күні секілді. Мейлі, жатсын, жайылсын, енді бір жарты сағат. Дүбірден оянды, үй суып кеткен. Қатынды түрткен, ыңырсып араунап түсті. Төңкеріліп ақ жатыр ғой қасқан. Көңіліне желік кіріп, іші бүлкете түскен. Сырттан тағы дүбір естілді. Қой, тұрайын, не дүсір таң атпай. Таң қалды. Күнде шығынып кеткен өрістен жаяу барып алып қайтатын аты кеп тұр. Жоқ, өз келмеген, Ақтөс әкелген. Иә, қуып әкелген. Мұнаң бір құдайдың бере салғаны ғой. Иә, дәл солай. Ақтөс екен, жерен қасқанын таң бозара үй тұсына әкеп қойған. Үш аяғы бірдей бекітулет, бүйірін соғып қапты. Сол керек өзіне. Енді шалыс өре салуға болар мекен? Ақтөс күндейді бәкеп тұрар болса, әй айналайын, мұнаң бір қол қанат болды. Қыстың қанша бораны соқса да үйге
ықтасынға кеп жатуды білмеді. Тас қораның сыртында қыстауды қоршаған тас төбелердің басынан қарауыл салып айналып жүргені. Шопанның Сартөбесі аса бір ит құсы көп қыстаулар қатарында емес. Елдің шетінде, желдің өтінде тұрса да, қыс бойы бір рет мылтық атып көрген емес. Әлде қасқырда қас қылмайды көршісіне, әлде Ақтөстің өзгеше бір иісі бар ма? Шопан өміріне дән ырза еді. Апайтөс Ақтөстің барына ырза. Саудагердің ұлын да жиі еске аларды. Қайыра бастау керек ау, ай қараңғы, жүрмей қалар. Шопан тебінді, Жиренқасқа қозғала қоймады. Шопан кіжініп қамшы үйіргенде ғана Керенау аяқ басты. Тамыздың соңы, шөп піскенмен өріс әжептәуір ұзарған. Күнде ұясынан шедер бойы ғана биікте тұр. Шопан отарды ауылға қарай қайырды. Көкшіға Шопан көшуге қамданды. Отарды жайлауға бағыттап, Ақтөске тапсырды. Үйді жүкті көлікке тиеп, әбден жолға салып жіберіп, өзі соңынан шыққан. Ақтөс отарды бүгілдің жалына жеткізіпті де, әрі жібермей кейін қайырып тұр екен. Күндегі өрісіне жеткен соң отарда тегіс жасауға көшкен. Адамнан да зият ит деп ойлады Шопан. Келді де, қойды өргізіп қозғай бастады. Ақтөс иесін ұқпай қалды білем. Әуелі өрістен ұзап бара жатқанына мазасызданды, кейін иесінің ыңғайына көніп, отардың арғы жағына көшті. Бір қонып, жайлауға жетті. Былтырғы жұрттан сәл шалқайыңқырап, құбыла жаққа қарай қонды. Көршінің ауылы сәл алыс тартыпты. Кешкілік ерулікке шақырды көрші. Әуелден әңгімеге жоқ көрші, алғашында қыстайғы сағынышын ілтипатпен білдіріп отырды да, кейін бірыңғай тыңдауға көшті. Шопанның әңгімесі әсіресе Ақтөске келгенде қызды. Дауысын көтеріп, онсыз да тәуірейтті жер көкке сыйғызбай мақтады. Әлгі саудагердің ұлына барау, осыдан келсін, тай бермесем бе? Келесі күні көршіні бұл шақырды. Әдемі отырыс болды. Әрине, сөйлеуші өзі. Көршісі бас шұлғайды. Ара тұра, әпірәйі, деп таңдайын тық еткізеді. Дәудірлесіп отырып үркерді жамбастатып барып тарқасқан. Ақтөс әрде жүрсе керек, әуп еткені түнгі тынық тыныштықтың өзінде талып қамырға бестіледі. Хей, өзі сондай ақсақ, жатпайды, деп Шопанның ауайырлады. Көрші ақсияды. Мынау қыратта Ақтөстің жатағы болу керек. Ауылға шақырымдай жер қалдау. Өзетін ештеңе қалмағаны ма, әлде ауылға жетпей тыныштық жоқ дей ме, отар үнсіз жөнкіп келеді. Үнсіздік Шопанды ойға тартады. Жаз тыныш өтті. Тыныш өтпеді. Көршінің есіргілі Ақтөстен тұқым алам деп, Ақшымыраудан қаншаға кепті. Шопан көрсінді. Қатынның аты қатын емес пе? Ей, Ақтөс, Ақтөс. Олайма, қыңсылайма, бір жағымсыз мауыққан үн. Ай жарғымен кешкі аста алдына енді ғана алған Шопан таң қалды. Көршінің қой тебетімен мынау жамандық шақырып. Көршінің мектептегі баласы кеп кеткен түсте. Ақтөстен тұқым аламыз дей ме, бір қаншық ерте кепті. Дәуде болса сол шығар, деді қатына. Ақтөс бара қойса соған. Тұқым алғышын көрдің бе оның? Кенет Ақтөс өпетті. Тағы да сосын өпілдеген даусы ұзай берген. Бағыты сол, қаншық. Шопанның тәбеті сұйылды. Аты ұзап кетіпті. Тұңғыш рет таң қалды. Жиренқасқаны қуалап әкелетін Ақтөс жоқ. Шопан айран асыр. Қатын, әй қатын. О не қасқа? Қатын, Ақтөс қайда? Ой, қасқа менен сұраған нес? Жүрді-ақ? Жүрген жоқ. Түнде өргенде жоқ. Атты да кемепті кең. Бұндай жоғыт қайда қаңғырып жүрген Ақтөс? Әй Ақтөс, жер жұтты ма кең? Қазықтың қасында жатқан ер тоқымын жүгенмен буып арқасына атты да көз ұшында көрінген Жиренқасқаға жаяу тартты. Біздің қатын отарды шығара салса жақсы. Сонда деймін, Ақтөс қайда жүр? Қойға кететін уақыт болды. Таңғы шайдың үстінде қатыны Ақтөстің кеше-кешке тамағын ішпегенін айтты. Кенет Шопанның қолынан кесесі түсіп кетті. Қаншық. Көршінің ұлы қаншық әкелді емес пе кеше? Ақтөс, қалайша? Бір түнде. Жиренқасқаға мінді де шапты. Көршінің ауылы алыс емес еді. Жиренқасқа лезде ақ жеткізді. Шопан аға, құдайшылық па? Көршінің сауалы ауаға ілініп қалды. Күн көтерілмесе де бүйірін соғып,
Тасастаудың сыз тебініне бауырын төсеп, солықтап жатқан тарғыл қаншықтың артын жалап Ақтөс жүр. Мұнымен сі болсашы. Қаны басына шапты. «Ей, Ақтөс! Ақтөс!» деп ақырды. Ақтөс керене бұрылды. Мұны көрді, оқыс жадырады. «Ақтөс дейм, кеттік, қойға кеттік. Неғып жүрсің?» Ақтөс жирен қасқаның соңынан салды. Отарға келді де жел жағына айналып, бір тақия төбенің басына жайғасқан. Сүйретіліп иті де жетті. О тоба, көздері жалнышқа, кінәға, ұятқа толы екен иттің. Шопан бәріне де өзі кінәлі адамдай жанарын тайдырып әкетті. Ақтөс етігін жалады. Үйден түскі асқала шыққан бітеу қазыны бір білем түйенің өркеш майын алдына тастады. Ашыққан екен, қағып салды. Көзі жанып, тағы барма дегендей басын қиқайтып, шоқиып отырды. Үнсіз татуласты, екеуі де бақытты еді. Алдынан шалпылдап жанған от көрінді. Ауылға кеп қалдық. Отарды кідіртейін. Қораны шалпылдатып тастайды. Жиренін тебініп, отардың алдына осты. Жөңкіген қара нор еріксіз аял жасаған. Ақтөс келесі күнде жоғалтты. Шопан қатты ренжіді. Ит екенсің әкең. Атына жаяу барды. Таңғасқа қарамастан қойын әрі қарай өрістетіп кете барды. Ақтөс еруге жарағала тұңғыш рет итсіз шыққаны. Көңілі қоңыл тақсып, жылақсы келеме, Құдай-ау. Күнде тапжылмай тұрып алды. «Әй, Ақтөс, Ақтөс, сонша жылдық достығымызды бір қаншыққа сатып кеткенің бе?» Күліп жіберді. Есі ауса бастағаны ма, құдды адамша кінәләсіп отырған нес. Бірақ өзіне сөкет көрінбеді. Енді содан басқа кімі бар еді жапан түсте. Ал ол болса ұйығып әкең. Шопан аяғындағы керзетіктің қонышын қамшымен салып қалды. Сарт. Жирен қасқа оттауын қойып басын көтерді. Қойды қоралап болып, атын өріске жіберді. Таңнан бері нәрсіз бағаны енді есіне түсті. Іші бұратылып, өлексе шаршапты. «Ақтөс, әй Ақтөс!» Үн жоқ. Қатын үнсіз тамағын ұсынды. Оның не кінәсі бар? Қаншықта кінәлі. Олайма, қыңсылайма, еркелейме, бір түсініксіз мауыққан үн. Әкең, Ақтөстің басын айналдырып, Шопан тісін шықырлатып аунап түсті. Аспанның шығыс-жақ балағы ағайраңданып қапты. Ұйқы қайда? Келесі күнде атына жаяу барды. Әбден көңілі қалған Шопан тағы бір күнді жалғыз өткерген. Кешке отарды қайырып келе жатып, ертең Ақтөсті ертіп шығам әкесінің. Көршінің қаншығының осы тайраңда жетер. Атып тастайым әкең, деп ойлады. Тісі шықыр-шықыр етті. Аты кеп тұр. Айналайын, жүрегі атқақтап кетті. Жан-жағына алақ-жұлақ қарап, «Ақтөс, әй Ақтөс!» деді. Таңғы саумал ауа даусын ала қашты. Ақтөс жоқ. Ала-құпыл атын ерттеді. Бағыт көршінің аула. Жеткізіп болсаш. Әкең, ауып қонған бүтінде. Көршісі бәйек. Не боп кеткен емнағын? Атынан сүйеп түсіре ме? Мұнан ауырып қалған шығар. Қасқыр-пасқыр байқалама деп қақпан құрбек. Ақтөс соған түсіп қапты. Не дейді мұна әкең аузы? Құлағы шулап кетті. Көршісі кінәлі ержияды. Дастарханды жиыра есікке атылды. Көршісі де соңынан ұмтылған. Жиренді басқа көзге төпеп, шағыл құмның арамына қарай шапты. Ат бауырын жасалмады. Сумсымағым шашасынан алып, барлықтырып тастады. Сортаң басталды. Бұйырғының шашта үйісқан нағыз соқпақтыға таңдық. Жерді түгінен ақ жазбай танитын Шопан еді ғой. Тап үстінен түсті. Жатыр екен. Жарықтық ай, созылып жатыр. Алдыңғы екі аяқтың жіңішкелеу бақандай шіліншектерін жігіттің жігіті қайқайта басқанда әрең жазылатын қасқыр қақпан опырып жіберіпті. Қан кеткен, қасасы ақтарылып жатыр. Көзді ашық, шыбын үймелеп тастапты. Саси бастаған. Жиренді қоя бере ұмтылды. Мойнынан құшақтай алған, жүні жүдей бастапты. Әлден уақытта көрші жетті. Көзіне қарай алмады. Әкең, сол қасқырдан аяған ақсақ тоқсақ тоқты торымың бет. Меннен ағал, меннен ал, Ақтөстен ең бар ет. Шопанның жаны шыңғырып жіберді. Ақтөстің басын тастай беріп, атына беттеді. Тәлтіректеп аяғын мас адамша әрпіл-терпіл басады. Жиренде қашпайды. Мінді де бағытсыз, бағдарсыз жөней берді. Көршісіне де қайырылмады. О заманда бұл заман, итім өлттеп жылаған қай атаңды естіп көрбең. Отарды қамап,
қораның есігін байлап жатып Ақтөсін ойлады. Әкең қандай етеді, саудагердің сыпайылы енді қашан келер екен. Бірақ тап Ақтөстей ит енді табыла қояр ма екен. Қап, бір қаншықтың қырсығы, Ақтөс-ай, Ақтөс. Ақтөс әуп етпеді. Алмас Алтай. Қақпан. Астана, 2015 жыл.